Күздің салқын кеші. Таудан ескен жел денеңді қарып, өн бойыңды мұздатып жіберердей. Бүгін оқуынан кеш шыққан Әсемай асыға аялдамаға қарай жүгіруде. Елмен бірге жанталаса автобусқа әрең мінген қыз екі аяқтап тұру мүмкін емес, көпшіліктің арасында әрең сыйып тұр. Бұл күй автобустағы ешкімге де ұнап тұрмаса да, үйлеріне асыққан жандар амалсыз шыдап тұрғандай. Дегенмен күні бойы шаршаулары шығып, мына кептелісте жүйкелеріне әбден тиген жандар ашуланып, байқаусызда аяғын басқан, қолын тартқан жанмен ұрса кетуге дайын тұрғандай. Ту, аяғыңызды байқасаңызшы, бастыңыз ғой. Енді қалай тұрамын? Аспанда ұшпайтын шығармын. Мына мінгендер кіріп сыймай жатырмыз, деп екіншісі сіркесі су көтермей тұрғанын сездіргендей. Күнделікті үйренген кептелісімен мұндай ұрыс-керіске мән бергісі келмеген Әсемай амалдап терезеге жақын жерге тұрып алды да, бар ойын Алматының кешкі әсем көрінісін тамашалап жолын жалғастырды. Автобус соңғы аялдамасына жақындай түскен сайын іштегілер де азайып, отыратын орындар босап қалды. Ең соңғы аялдамаға дейін баратын ару асықпай соңғы орынға жайғасып, терезеге сүйене көзі ілініп бара жатты. Бүгін таңнан бері диплом алды практикасының құжаттарымен ары-бері шапқылап жүріп, әбден діңкесі құрған қыз тез ұйқыға да кетті. Өзіне қадалып қарап тұрған көзқарасты сезгендей, жағымсыз күйде көзін ашқан Әсемай расында өзінен көз алмай отырған жүзі суық жігітке назар ауды. Суық көзқарасынан бойы бірден мұздап сала берген қыз жан-жағына қарап, өзіне қорған болар жанды іздердей. Қою қараңғылық өз күшіне де енгендей. Соңғы аялдамаға келіп тоқтаған автобус ішінен санаулы адам түсті. Алматының шетіндегі ауылда тұратын қыз ешқашан бұлай кеш қалып көрмеген еді. Салқын самал әсерінен бойы да тоңып, жылдам қадам басқан қыз аяқ алысын тездетіп үйіне қарай асықты. Жүрегі де дүрсілдей жан-жағына қарап сақ келе жатыр. Жарық көшемен жүріп, өз үйіне қарай бұрылған сәтте жарық та аяқталып, қараңғылау көшеге түсті. Әр жерден шыққан көше иттерінің дауысы да әбден де бірін алып барады. Қорқынышы сәт сайын артқан қыз қолы дірілдей телефонын ала, үйдегілерге қоңырау шала бастады. Жеңгесі де алаңдап, ағасын алдынан жіберген екен. Жеңге, біртүрлі қорқып тұрмын, өтініш телефонды сөндірмеңізші, сізбен сөйлесіп үйге де жетіп алайын. Бұлай кеш жүрмеуші едің ғой, ағаң қатты алаңдап отыр, жаңа телефон соққан едік, алмадың. Иә, көзім ілініп кетіпті. Жаңа кафедрада телефонымды дыбыссыз еткенімді ұмытып кетіппін, деп ақтала жылдам баса жөнелді. Артына да қарап қояды. Әлгі автобустағы суық жігіт бейне бір артынан келіп, мына қараңғы тарапқа қарай сүйреп кетердей күй сезініп, қорқып та келеді. Онсыз да қорқып келе жатқан қызға қараңғы тараптан қаңғыбас ит арсалаңдай жүгіріп келе жатқанын көріп, жан дауысы да шыға кетті. Дәл сол уақытта қайдан шыққаны белгісіз әлгі автобустағы суық жігіт үлкен таяқпен әлгі итті ұра жөнелді. Ырылдап біраз сес көрсеткенмен қолындағы таяғымен итті аямай ұра жөнелді. Дәл сол кезде Әсемайдың ағасы да келіп қалып, әлгі итті жерден тас алып ұра бастады. Таяқтың бір ұшы басына қатты тиген қаңғыбас ит те шәуілдей дәл сол сәтте алды-артына қарамай қаша жөнелді. Қорқып тұрған қарындасын құшақтап, әрең өзіне келтірген ағасы әлгі жігітке алғысынды айтуда. Басындағы кепкісін басып киіп алып, түрін көрсетпеуге тырысқан әлгі жігіт басын изей өз жолына да кетті. Неге түннің бір уағына дейін көшеде жүрсің? Әбден уайымдап біттік қой, телефоныңды да алмайсың, деп ағасы ұрсып келеді. Ал бұл сәтте Әсемайдың бар ойы әлгі жігітте еді. Өзі сонша қорқып қашып келе жатқан жігітті өзін қорғайды деп еш ойламаған еді. Осы оқиғадан кейін барынша сақ болуға тырысқан қыз универінде көп бөгелмеуге де тырысатын. Дегенмен сол бір жігіт еш есінен кете қоймады. Тағы бір кездессе, арнайы алғысын да айтуды ойлап қояды. Сондай оймен жүргенінде бір күні таңертең ерте сабағына шыққанда әлгі жігіт те кездесе қалғаны. Сол сәттегідей суық көзқараспен Әсемайдың жанынан өтіп кете барды. Неше күннен бері алғыс айтар сәтті сонша күтіп жүрсе де,
Дәл сол кезде ештеңе дей алмай тосырқап тұрып қалған қыз аяқ алысын жылдамдата әлгі жігітке жетіп алуға тырысты. Кешірерсіз, түсініксіз жігіт дәл сол күндегідей суық қарады. Мен әлгі өткенде түнде иттен қорғап қалған қызбын. Сізге алғысымды айтайын деген едім. Көп рахмет. Ештеңе етпейді деп жанарын басқа жаққа тайдырып әкеткен жігіт аялдамада тұрған автобусқа барып отырды. Айтарын айтып алып, өзіне өзі ыңғайсызданып қалған Әсемай кішкене сол орнында тұрып қалды да, ойланып тұрып автобусқа отырды. Осы күннен кейін екеуі дәл осылай жиі кездесіп қалатын. Әр кездескен сайын сол баяғы суық көзқараспен қызды бақылап қарайтын жігіттен кішкене именсе де, өзіне де беймәлім біртүрлі күйді сезінетін Әсемай кейде өзін еш түсіне алмайтын. Бұл суық қарым-қатынастың түбірін іштей іздейтін. Талдырмаш сұлу қыздың артынан жүгірген талай жігіт болса да, жүрегі біртүрлі өзіне ешкімді жақындатқысы келмейтіндей. Сол бір суық жігітпен сөйлесіп көруді қалайтындай. Бүгін де кеш шығыппыз ғой. Тағы иттен қорықпайсыз ба? Деген дауыстан селт ете қалған Әсемай артына жалт қарады. Сіз, жүріңіз, әлгі иттен өткізіп жіберейін деп алдына түсіп бара жатқан суық жігітті түсінбей қалған қыз жан-жағына қарап қойып артынан ере бастады. Мен сізді мүлдем сөйлемейді екен деп ойлағанмын. Бәрі солай айтады. Осы жақта тұрасыз ба? Жұмыс істейсіз бе? Қараңғыдан қорықпайсыз ба? Деп жас балаша сұрақты жаудырып келе жатқан қызға тағы да суық қараған жігіт, көп сөйлемейді екенсіз деген кезде өз сұрақтарынан ұялып қалған ару тілін тістей қалды. Өз үйіне жақындаған сәтте ғана рахмет деп тіл қатып бұрылып бара жатыр еді, әлгі жігіт менің есімім Бағлан деп дауыстады. Әсемай, есімің өзің сияқты әдемі екен, мүмкін телефон нөміріңді берерсің деп жанына жақындады. Бір сәтте жүрегі дүрсілдей кеткен Әсемай даусы дірілдей әрең нөмірін айтып үйіне жүгіріп кіріп кетті. Сыртқы есікті жаба қолына ұялы телефон ұстай түсініксіз күйде тұрды. Киімдерін ауыстырып жатып та әлгі жігіттен хабар күтіп қайта-қайта телефонына да қарап қояды. Қайынсіңлісінің біртүрлі толқып жүрген байқаған жеңгесі де қалжыңдап сұрап сөзге тартып көріп еді, ұяңдығына салып ештеңе дей қоймады. Бұл кеште Әсемайға аста батпады. Әлгі суық жігіттің бір хабарласқанын күтті. Сабақтарым көп еді деп жылдам ас ішіп, бөлмесіне қарай асыға кіре, тағы да телефонына қарап қояды. Кітаптарын шашып, әр нәрсені шұқылап отырғанымен өзі күткен қоңырау келе қоймады. Үміті үзіле кітаптарын жинай төсегін салып, енді жата берген сол еді, хабарлама түсті. Сәлем, ұйықтап қалмадың ба, Бағлан? Хабарламаны оқи ұйқысы шәйдей ашылған Әсемай бір хабарламаны қайта-қайта жазып, өшіріп әрең жауап қатты. Осы күннен бастап екеуі тек үнсіз ұялы телефон арқылы хат алмасуды бастады. Таңертең бірге үйден шықса да, жігіт жанына аса жақындай қоймайтын, кешке де үйіне жеткенше аса сөйлей қоймайды. Дегенмен телефоннан түрлі әсем хаттарын арнап, қыздың жүрегін әлсін-әлсін жаулап барады. Бүгінде сабағынан кеш шыққан Әсемай аялдамаға асығып келді. Қалтасынан ұялысын алып, хабарламаларды ақтарып тұр еді, телефоннан көз алмайсың ғой деген таныс дауыстан селт етті. Бұл Бағлан еді. Жігітті өз аялдамасында көремін деп күтпеген қыз кішкене сасқалақтап та қалғанымен дереу жинақталуға тырысты. Дегенмен жүрегі біртүрлі өзіне бағынбай, кеудесінен жарып шығардай күй кешуде. Сіз, бүгін жұмыстан ертерек шыққан едім. Өзіңмен бірге қайтайын деп, сенің аялдамаңда түсіп қалдым деп ақырын жымиды. Сол сәтте өз шағын ауданына қарай қатынайтын автобуста келе қалды. Екеуі жол бойы бір-біріне ұрлана қарап, үнсіз телефонмен сөйлесіп келеді. Бүгін ерекше құлпырып кетіпсің. Неге жымидың? Жауап бермедің ғой деп тағы хабарлама жіберді. Екеуі осылай соңғы аялдамаға дейін барды. Жарық көшеде, бірі алда, бірі артта, телефондарына тағы үңіліп келеді. Қараңғы көшеге түсе, қыздың білегінен шап берген жігіт оны жол шетіндегі ағаштың түбіне қарай тартты. Қайда барамыз, тыныштық па? Тыныш деп саусағымен белгі берген жігіт қыздың самайындағы шашын сипалай көзіне тіке қарады. Сен маған ұнайсың, қызым боласың ба? Деп төтесінен сұрады. Өзі күтпеген сөзден не айтарын білмей қалған қыздың жүрегі дүрсілдей кетті.
Әсемайдың жауабын іштей сезгендей, Бағлан ақырын ерінен сүйіп алды. Бұл сүйіс тәтті сезім мен ыстық іңкәрліктің оянуына сеп бергендей, жаңадан бері өзіне бағынбай бара жатқан жүрегі де тыныштала бастағандай. Жаңа ғана бір-біріне қарауға қымсынып, екі жерде тұрып, тек ұялы арқылы байланысып тұрған жігіт пен қыз бұл қараңғылықтан қол ұстасып шықты. Жаңа сезім, жаңа махаббат дастаны. Алғаш рет жігітпен қол ұстасып жүрген Әсемай өзін жетінші аспанда жүргендей күй кешуде. Бақыттан бас айналып, жігіттің әр көзқарасынан ақ үнсіз сезімді ұғынып, жүрегіндегі тебіреністі барынша басуға тырысты. Бұрынғыдай қысылмай, енді екеуі жақын сөйлесе бастады. Қолы қалт етсе сүйгеніне хабарлама жазып, сәт сайын одан хабар күтетін Әсемай кейде Бағланды түсіне алмайтын. Қанша жерден арамыз жақын десе де, өзі туралы барынша құпия ұстағысы келетін жігіт көп дүниені жасырын ұстағанды жөн көретін. Тіпті кейде 2-3 күндеп жоқ болып та кететін әдет шығарды. Бірнеше күн іздеп, әбден үмітін үзе бастаған сәтте қайта оралып, түрлі сылтаулармен қызды алдап арбап алатын. Дәл солай 10 күн жоқ болып кеткен сүйгеніне алаңдаған Әсемай бүгін ұйқысынан көңілсіз оянды. Ұялысына қарап еді, 10 күн бұрынғы хабарламасы әлі бармапты. Жағдайына алаңдап, хабарын білер бірде-бір туысын немесе досын да танымайды екен. Селқос оянып, көңілсіз киімдерін киген Әсемай емтиханға дайындаламын деп үйінен ертерек шығып кетті. Қылышын сүйретіп қыста өз қаһарына ене бастаған еді. Түні бойы жауған қардан әлі жолда ашылмапты. Амалдап жеңіл көлік жүрген жолмен үлкен көшеге қарай шыққан қыз аялдамаға әзер жетті. Жақындай бергенде өзіне таныс бейнені көзі шалды. Бағлан, Әсемай жаным, қалайсың деп бетінен сүйіп амандасқан жігіт дереу түрін мұңайтты. Қайда жүрсің? Саған қатты алаңдадым ғой. Ауылға барған едім, телефонымды жоғалтып алдым. Сол жақтан кеше түнде келдім, ренжімеш, хабар бере алмадым деп тағы бетінен сүйіп алды. Айналасындағылардан ұялған қыз төмен қарап, ештеңе сездірмеуге тырысты. Дегенмен ішінде мұң сұрақ. Тағы да кезекті ақтаулармен қызды тез көндіріп алған жігіт автобус келгенде қыздың құлағына сыбырлады. Сені сағынып кеттім, бүгін сабаққа бармай-ақ қойшы, кешке дейін бірге уақыт өткізейікші деп ұсыныс тастады. Ертең маңызды емтиханы болса да, сүйгеніне деген сағынышы бұл ұсыныстан бас тартқызбады. Екеуі бірге қалаға жеткен соң орталық парк жаққа қарай аяңдады. Таң атпай келген екеуі әлі ашылып үлгермеген саябақта серуендеп жүр. Қол ұстасып ұзақ жүрген екеуі біраз уақыттан кейін тоңата бастады. Кешке дейін әсем қалада бірге уақыт өткізген екеуінің арасы бұдан әрі жақындай түскендей еді. Сүйгеніне риясыз сенетін Әсемай соңғы кезде тіпте Бағланның бар ырқына көніп, сол үшін барлығына дайын болды. Тіпте кейде үйдегілеріне емтиханға қыздармен бірге дайындалып жатырмын деп алдап, сүйгенімен бірге таңда атырып та келетін. Іштей бұл әрекетінің дұрыс емес екенін түсінсе де, сүйгенінің айтқанына еш қарсы шыға алмайтын. Жоқ десе сол күні өзін тастап кетердей күй кешіп, оның бар мінезіне де қылығына да үнсіз көнетін. Емтиханы аяқталып, ауылына демалысқа қайтқан Әсемай сүйгенінен жырақта 2 аптасын әрең өткізді. Баяғыдай әр демалысында ата-анасына қолғабыс болудың орнына керісінше аңдығаны телефон болып, ұзақты күн бөлмесінен шыққысы келмейтін. Одан өзіне де белгісіз бір әлсіздік басып, жастыққа басы тисе ұйықтай да беретін. Сабағынан әбден шаршаған болар деген анасы да қызының бұл хәліне түсіністік танытуға тырысатын. 2 аптасы 2 жылдай өткен Әсемай Алматыға асыға жетті. Ағасы жұмыста болып, күтіп алуға келе алмайтынын білген қыз бірден сүйгеніне хабар берген еді. Екеуі қол ұстасып, жалдамалы пәтер жағалай сағыныштарын басу үшін кете барды. Дегенмен ауылдан біртүрлі шаршаңқырап келген Әсемай сол пәтерде сүйгенінің құшағында көзі ілініп ұйықтап кетіпті. Есіктің қатты дүрсілдеп ұрылғанынан шошып оянған қыз орнынан атып тұрды. Жан-жағына қараса ешкім жоқ. Әр жерде шашылып жатқан киімдерін тауып, аяқ-қолы дірілдей киіне бастаған қыз есік жақтағы таныс дауыстан одан әрі дегбір қашып барады. Қорқа-қорқа есікті әрең ашқан сол еді, әлгі оңбаған қайда, саған айтамын қайда, саған не істеді деп ағасы жанұшыра бөлмені аралап жүр.
дірілдеп өзіне өзі сөйлеп жүр. Әбден зәресі ұшқан Әсемай жанарынан аққан жасын сүрте есіктің алдында дірілдеп тұр. Аға, кешіріңізші, аға деп дауысы дірілдей әрең шығуда. Ақымақ басым-ай, ақымақпын. Саған не істеді әлгі оңбаған? Зорлады ма? Әлде деп қарындасына оқтала қарады. Көзін тарс жұмып алған қыз дірілдеп сөйлей алар емес. 4 жыл бұрын университеттің соңғы курс түлектері достарының туған күніне жиналып көңілді кеш ұйымдастыруда. Сол кафедегі официант қызға бір топ жігіттің көзі түсіп, қайбіріміз осы қызды қаратамыз деп ойнап бәстеседі. Дегенмен Алмат өзі достарымен бәстесіп алып, сол қызбен кездесіп жүріп ғашық болады. Нәп-нәзік талдырмаш қызбен кездесу үшін әр сәтті тағатсыздана күтетін. Шұғыла да жігіттің сезімінен кетәрі болмайды. Екеуі қол ұстасып жүріп, Алматының түнін талай бірге көшеде өткізетін. Таңға дейін екеуі сырласып, түнді таңға жалғайтын. Уақыт өте қарым-қатынастары одан әрі жақындап, сезімдері беки түседі. Сондай бақытты күндердің бірінде Шұғыла Алматтың о бастағы бәстесуі туралы біліп қояды. Оңбаған, сонда мені пайдалану үшін достарыңмен бәстестің бе деп бетінен салып қалған сәтте Алмат ештеңе түсінбей қалады. Ашуға булыққан қыз жігітті тоқпақтай бар өкпе ренішін айтып, жігіттің сөзін тыңдамай үйіне кете барды. Сүйгеніне қатты ренжіген қыз оның ақталуына да мүмкіндік берместен сол күні-ақ ауылына қайтып кетті. Шұғыланың ашуының басылғанын күткен Алмат дәл сол сәтте қызды қатты мазалай қоймады. Ауылында жүріп ашуы басылғанша біраз жүрмекші болған қыз үйіне келе мазасы болмайды. Жолдан тамақтан уланып қалған болармын бәлкім деп ауруханаға да барады. Дәрігер ұзақ тексеріп, соңында гинекологқа жіберген сәтте ғана не болғанын түсінді. Шағын ауылдағы емханада сөз тұрмайды ғой. Сол күні кешке-ақ ауылдың әйелдері өзара гу-гу әңгіме барысында Шұғыланың жүктілігі жөнінде сөз қылуда. Қанша жасырғысы келсе де, ата-анасы бұл жағымсыз хабарды естіп, қызын сұрақтың астына ала бастады. Қу тізесін құшақтап, мүлдем тіл қатпаған қыз таңға дейін көз ілмеді. Тек таңға жуық жақындарына бір тілім қағаз қалдырып, бұл өмірмен қоштасып кете барды. Шұғыла мен Алматтың ортасындағы қарым-қатынас туралы тек інісі Бағлан ғана білетін. Әпкесінің өмірін күл-талқан еткен сол бір оңбаған жігіт туралы ешкімге тіс жармағанымен, іштей сол күні қалайда кек аламын деп өзіне серт берді. Арадан 4 жыл өткенде Алматыда әлгі жігітті кездейсоқ көріп қалған Бағлан артынан еріп барып, тұратын үйін анықтап алады да отбасын зерттей бастайды. Осылайша оның әдемі қарындасы Әсемайға көз түседі. Бастапқыда Алматыдан кек алмақ болған жігіт сол сәтте өз ойын өзгертіп, әпкесіне жасаған тірлігін қарындасына жасау үшін жоспар құрады. Сол оқиға болар күні Әсемайдың сусынына ұйықтататын дәрі қосып, пәтерде бірге уақыт өткізген соң сол сусынды береді. Тәтті ұйқыға кеткен қызды әбден фотоға түсіріп, қыздың телефонынан Алматқа хабарлама жіберді. Шұғылаға жасағаныңды қарындасыңа да жасадым, енді тең біз деген хабарламамен қарындасының жалаңаш бейнесін көрген Алмат дірілдей телефон соға бастады. Артынша мекенжай жазылған хабарламаны оқи, ештеңеге қарамай сол пәтерге қарай жүгірген Алматтың өзегінен өкініш өртеп барады. Қыз ары, қазақ халқы үшін қашанда биік, дегенмен Алла алдында некесін қимай, ақ жолдан адасқан қаншама жастарымыз бары рас. Қыз сезімге ерік берсе де, жігіт ұстамды болса, қаншама қара көздеріміз адал жолмен адаспас еді. Әттең, өкініштісі, бұл кезде Әсемайдың да аяғы ауыр еді. Ағасының жасаған ісінің құрбанына айналған қыз тірі өлікке айналғандай. Қанша рет өз-өзіне қол жұмсамақ та болғанымен, ағасы мен жеңгесінің қолдауының арқасында өмірге шекесі торсықтай ұла келді. Ағайын туыстан, тіпті ата-анасынан да барынша жасырын ұстаған бауырлар баланы тула жеңгесінің атына жазып берді. Өмір бумеранг. Бұл өмірде жасаған әр амалымыз өзімізге оралары хақ. Сондықтан тек жақсы істер көбірек жасайық. Ұлымызға қызды қадірлеу, сыйлаудың мәнін ерте жастан ұқтырып, ал қызымызға ар-абыройдың маңызын әрдайым құлағына құйып отырайық. Ең бастысы, қыздарымыз жыламасын, өзге жанның құрбанына айналмасын.